Баршаңызға қайырлы күн. Бургердің ең керемет дәмді рецептін сіздерге ұсынамын. Котлетін духовкада жасаймыз. Өте дәмді, сочный болады. Алдымен булочкасын дайындаймыз. 1 стакан жылы сүт, 1 стакан жылы су, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық қант және 1 шай қасық дрожж салып араластырамыз. Үстіне 4 ас қасық күнбағыс майын құямыз. Қамыры үлпілдек болу үшін онда електен өткізіп, сұйықтыққа салып, қамыр илейміз. Бұл қамырдан 20-22 булочка шығады. 6 стакан ұн қостым, одан артық кем салмаңыздар. 2 стакан сұйықтыққа 6 стакан ұн қосасыздар. Ең соңында 2 ас қасық сұйық майды үстіне құйып, қамырымызды қайтарамыз. Қамыр көтерілгенше жылы жерге бетін жауып қоямыз. Бөлмеңіз салқын болса, көрпеге орап қойыңыз. Қамыр 1 сағатта көтерілді. 1 сағатқа дейін қамырды бір қайтарып аламыз. Қамырды 2 бөлікке бөліп, 1 бөлігін 12 бөлікке бөлеміз. Қамыр аздап қолға жабысады, қолыңызды майлай отырып жасаңыз. Дайындап алған қамырды бірден формаға салып, үстінен басамыз. Қызбаған духовкаға қамырымыз көтерілгенше 30-40 минутқа қоямыз. Қамырдың жартысын ғана қолдандым, менде тағы да жарты қамыр қалды. Көтерілген қамырдың бетіне 1 жұмыртқаның сарысына 1 шай қасық сүтті араластырып жағамыз. Үстіне кунжут себеміз. Пешіңізге байланысты 5 минут бұрын қызып тұрған духовкада 200 градуста 15-20 минутқа пісіреміз. Енді котлетін дайындаймыз. 2 орташа пиязды үкішті майда көзінен өткізіп, фаршқа қосып араластырамыз. Тұз бен қара бұрышын дәміне қарай қосамыз. Фаршты дөңгелектеп 12 бөлікке бөлемін. Фарштың үстінен басып, жұқалап жаямыз. Алдын ала қызып тұрған духовкада 200 градуста 35 минутқа пісіреміз. Булочканы ортасынан кесіп, ортасын құрғақ табада 40-50 секундтай кептіріп аламыз. Соусын дайындаймыз, кетчуп пен майонезді араластырамыз. Бізге салат жапырақтары, қызанақ, қияр және сэндвичке арналған сыр қажет. Бургерді видеодағыдай жинаймыз.